Сейілхан Ислам Асылханұлы, Исатай Әбдіканов атындағы жоғары агротехникалық колледжінің студентімін. Менің атам Сраждинов Махамбетжан 1923 жылы 3 қаңтарда Қызылорда облысы Сырдария ауданы Амангелді ауылында дүниеге келген. Атам Ұлы Отан соғысының ардагері. 1941-1945 жылдары сұрапыл соғысқа қатысып, елге аман-есен оралған. Қан майданда көрсеткен ерліктер үшін көптеген орден медальдармен марапатталған. 2 қызыл жұлдыз иегері, партия мүшесі. Атам 1947 жылы отбасын құрып, әжемеге өмірге 10 бала келген. 2000 жылдың 13 ақпанда 77 жасында атам дүниеден өтті. Артында мен батырдың ұрпағымын деп мақтанатын 23 немересі, 37 шөбересі қалды. Алдымызда келе жатқан ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойымен отандастарымызды шын жүректен құттықтаймын.